Бәрнеселем. Мен Жанарқадан Қарағандыға келдім. Келісімен бірден дүкенге бардым да. Дүниелер бір заттар алдым. Керек дейтін. Аптекаға соқтым. Білесіздер ме, мен кеше тиктоктан күшті адамдарды көрдім да. Шаштары өте әдемі, тез өсетін күшті адамдарды. Сосын шашымды, білесіз, мен 2019-дан бері осы шаштың длинасы, ұзындығы стабильно осындай каре әрі кетіп, прям ұзарып өсіп көрген 2019-дан бері көрген жоқпын. Шүкір, шашым өсіп жатыр, бірақ өте жай өседі, прям қатты бар ғой, өспейді, өте жай. Мен шашым түсіп жүр кейінгі уақытта. Білем, маған биыл шашымды өсіру керек, наерге дейін өсіргім келеді, шершіні керек, менікі наерге дейін жетеді. До сюда ұзын болса, кайф, мен прям арман, мен өмірі прям максимально до сюда болған шығар өмірімде. Мен 26 жылымда максимальная длина деген капец қой. Вечно каремен жүремше, и это меня уже раздражает и напрягает. Бұрындар бәрі жолатын, типа, окей, шашым өссе болды ғой деп, стрижкадан кейін. Мен бұрынғы видеоларымы қарасыңдар, мен прям нормально так эксперименты делала с волосами. И фиолетовые, и розовые, и желтые волосы были. В школ кезінде желтые волосы, оны түсірген жоқпын. И мен прям пацандікінде шашым қысқа болды, потом содан бері өскеніне мынандай болғанына да шүкір деп жүрген. Бірақ 2019, жоқ, өтірік айтам, 2021-де мен соңғы рет прям стрижка жасап тастадым. 4-ші курста университеттің, содан бері 2021-ден бері әжептәуір уақыт қой, кешірім өтінем, 4 жылда хотя бы наерге дейін ұзындық болу керек қой, наерге дейін емес. Сондықтан мен аптекаға соқтым да, шампунь алдым, активатор для волос. Это без рецепта врача, так что курсте берем. Можно аптекада кісі кеңес берді енді. Бағасы нормально, бірақ кейбіреу андай выгодно болғандықтан қымбатын бере береді. Бірақ енді Валвит, оның витаминдары да бар, мен көргем, биотин, шаш өсіруге септігін тигізеді. Осы шампуйны болғаннан кейін, окей, дедім. Надеюсь, мына штука көмектеседі, мен шашым тез өседі, қалындайды деген үлкен үмітім бар. Абылай, әрине, мені көмектеседі. Сосын мынандай пряжа алдым. Сендердің әпкелерін тоқиды ғой, білесіңдер ма? Білмейсіңдер, біліп жүріңдер, мен тоқығанды өте қатты ұнатам. Ол мелкая моторикаға жақсы әсерін тигізеді. Это, как бы сказать, не забавляет. Просто мне нравится процесс, бүйтіп тоқылту, бүйтіп қолым бәрі бүйтіп жұмыс істеп отқаны. Көктемге дайындық, қызыл шарф тоқығым келіп тұр. Осы мен андай треугольный шарфиктер қазір модада. Может, мына қызыл түстен тек қана бірізді бір шарфик емес. Сол треугольникті да, сосын бүйтіп балаклава ся. Пақшы мен балаклава тоқығам еще көк түсті күшті. Бірақ ол слишком дәуіп кетті, кішке тарқату керек, сосын бүйтіп өзім басым размеріне қарай келтіру керек. Сосын тағы да мен шарфик тоқып жүрмін, сол треугольникті, только цвет у меня там более такой молочный цвет. Ол бірақ анда спицы, круговые спицы, я қашып жүрдім, ол круговой неден спицалардан, бірақ сол спица арқылы ана треугольный шарфик тоқылады. Амал жоқ, үйрену керек. Өйткені я сильно хочу тот шарфик, прям треугольный. Сосын бүйтіп жүрем, деп. Handmade, все дела. Көреміз енді. Сондай апдейт. Жаңа жыл әдемі басталып жатыр. Шүкір. Соңғы апдейтстардан, кстати говоря, мен Инстаграмды өшірсам, потому что там слишком много сравнений. Я все-таки в тот раз в декабре удалила Инстаграм. Сосын 3 күнге жетті мен лимитім. Сосын, блин, қойшы корпоративті жүрмін, корпоратив сабыстау керек дедім да, сосын өшірермін дедім. Сосын бүгін міне. Бүгін 4-ші қаңтар, 26-шы жыл, кеше өшірдім. Все-таки
бір күн болса да оң әсерін тигізіп жатыр. Маған ұнап жатыр. Инстаграмсыз өмір, без сравнения, ничего не знаешь. И как-то все равно. И тиктокқа кірдім, мойындаймын. Баяғыда брейн рот деп осуждала. Мен бірақ күшті творческий адамдар тауып алдым. Анда рекомендация деген дүние өзінің лайктарына байланысты жинала береді ғой. Маған более андай нелер жиналды, тоқитын адамдар. Сосын не шықты? Bullet Journal толтыратын қыздар, потом андай спокойные видосики, мен андай өзім подписана, оказывается, күшті адамдарға такие комфортики, Bullet Journal толтырады, қыдырады, Mental Health деген дүниелерін приоритетке қоятын, скроллингпен қатты айналыспайтын, жақсы кеңестер беретін адамдар шықты. Я такая, қалай күшті, я отдохну, типа. Сондай күшті творческий шығармашылыққа толы, андай өзін танытудан ұялмайтын, ашық жарқын адамдар, в то же время интроверттеу адамдар шықты да. Я такая, вау, ең күшті деп вдохновение алдым. Короче, шабыт алдым да. Вау, дедім. Сосын нелер шықты, бишілер, андай өнер адамдары, такие өз-өздерін самовыражение деген дүниелер бүйтіп ұялма, не деп қалғандар, типа, и чё деп қалған дерзкий адамдар шықты. Я такая, как же я скучала по таким творческим людям. Реально, ребята. Ашылып жатырмын да, камераға қосып қойып. Көрінген нәрсені түсірсем де, зато я так выражаюсь. Why not? Сөйтіп шабытым ашылып жатыр. Білмеймін, бұл шабытым қай уақытқа дейін жетеді. Ұзағынан болса екен. Өйткені мне так легко. Я прям скучала по таким людям, которые прям любят выражать себя. Андай, қалай айтсам екен? Орысша бір сөз бар. Выбражульки, прям сондай адамдар ұнайды да, выбражульки в хорошем смысле, типа, деп қалған сондай адамдар, менің ортамда жоқтың қасы, я прям сондай адамдармен араласқым келеді, такие, которые творческие, открытые такие, прям, вау, деп андай, кез келген адаммен коннектқа шығатын, что там, деп қалған адамдармен, сөйткені мен өзім сондаймын, как бы скромно не звучало. Просто кейінгі уақыттары, кейінгі жылдары мен жабылып қалдым, білем, просто басам өзімді, это неправильно. Баспау керек. Мен қандаймын, сондай адам екенімді көрсету керек. Сондай адамдарды көрдім да. Қалай күшті. Я хочу быть такой же. Открытый. Ол үшін ашылу керек, адамдармен араласу керек. Интровертпін дей бермей. Интроверт емес, нифига я не интроверт, я экстраверт жесткий. Просто адамдарға ашылуым кішкене қиындау. А так все good. Сондай әңгіме. 11 минуттық, 11,5 минуттық. Покеда. Бәріне сәлем. Бүгін 5 қаңтар, 26 жыл. 2026 жылдың алғашқы жұмыс күні. Сосын өзімнің бұрынғы әріптесім, әрі құрбым Лоламен кездесіп, бүгін кездесеміз наконец-таки. Мен Лоланы сағынып кеттім, күшті өз. Рұқсатын берсе түсірем, көрсетем. Бірге оламызда. Қазір енді жұмысқа жиналайын деп жатырмын. Күшті бір ютубершаны көрдім. Сол қыз меня вдохновила, так скажем. We need some suggestions for thrift stores. I heard the thrifting is good in London, so I need recommendations. Снять то, что я хочу сейчас. AKA, менің сөмкемде не бар? Жұмысқа не? Тасып барамын. Кеттік. Сөмкемді алып, ішінде, как всегда, менде липстик. Липстик емес, гигиеничка. Я просто, чтобы вы знали, я прям гигиеничка болмаса, мен кәдімгідей паникам стоит себебі. Мен және гигиеничка это навсегда. У меня прям, я обожаю гигиеничку. Бархатные ручки is the best. Bullet Journal. Қазіргі таңда оқып жүрген кітабым. Ішінде стикерлері. Көзілдірік. Құлаққап. Ух ты, ё. Әдемі эстетик ютуберші олайын десен осы ғой. Міне құлаққап. Bullet Journalға арналған стикер емес, бір стикер мейлі. Сол зарядчиктер.
камерамның запасной зарядкасы, ұялы телефон. Маған өзі кәдімгідей ауыр екен. Карандаш для губ. Байқағандарындай, мен губный помада сондай қатты жақсы көремін. That's all, guys. See you soon. Bye. Давайте. Қысқасы бүгін генді проверь деген дүниені затты дүние емес, затты алып қасымды тарағам. Брежневтің немересі болып тұрмын ғой. Запомните, это мое до. Ертең құрбыма барам да коррекция проверь жасаймын. Себебі білмеймін, Брежневтің немересі болғым келмейді мен. Иә. It's all over you, it's you. Мен әріптестеріммен кездесудемін. Бұрынғы әріптес әрі құрбы Лола ханыммен, сосын Айжекемен. Күшті. Я. Будете. Всем привет! Инсту не выкладываешь, что на неделю? Все равно. На ютубе будете вообще, на совсем. Выложу потом. Это видео. Привет, скажите. Такая милота. Сонымен достар. Үйге қайтып баратырмын. Күшті кездесу болды. Прям демалып қайттым. Бағана ғана айтып жатқам. Ана таңертең өзінің ортаңды тауып, сол жақсы адамдармен араласу керек. Биылдан қалмай. Сол биылғы жыл жақсы адамдармен кездесумен басталып жатыр. Лайым ұзағынан болсын осындай күшті адамдармен биыл көп араласайын. Демалып қалдым прям. Жақсы адамдармен кездесіп уақыт өткізген өзі бір үлкен бір бақ, сосын бақыт. Шүкір. Я! Сол, дала күшті нағыз қыс, аяз ғой прям. Суық тиіп жатырмын. Ана күздің жылы ауа райы өтіп кеткен ғой әбден мен. Тұмауратып ауырдым ғой, өйткені күн суымай қойды. Күн суығаны плюс жағы вирустар қатты таралмайды тұмау болған кезде. Сол өтіп кетті да, сол аязға қуанатын жағдайда болып тұрып, тоңып қалды. Бірақ түсіріп айту керек осы ойларымды. Сондай жағдай, келесі видоста кездескенше. Покеда.